Сәлем достар, сіздермен бірге мен Дәризере, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде Back to School'дың екінші часті болады, потому что мен алдыңғы частта образдарды көрсеткенмін, енді осы частта мен сіздерге канцеляриямды көрсететін боламын достар. Оған шейін сіздер видео бастамас бұрын лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Анше біз бастаймыз. Ең бірінші мен сіздерге осындай циркульді көрсетейін. Бұл менің циркулім. Мен бұны ашпадым, бағана келдім. Аңғарыңыздар, осындай. Менде бұл ағамда болған осындай, потом барып ол сын қалды. Содан кейін енді новойын алдық. Қараңыздар. Менікі осы жол. Типа мынандай жазып қойыпты. Инструкциясын, но бірақ я все понимаю, мына жерден бүкілі білем. Қараңыздар, мына жерде бүкілі бар екен, типа күндер. Да, күшті. Типа бірінші сабақ, екінші сабақ деген сияқты сондайлар бар екен. Мықты. Енді дальше бізде заттарымыз. Бізде осындай. Осы ең жақсы көретінім осы менде. Всегда абдидан осыны аламыз. И потом бізде осындай заттар, сызғыштар, міне кәдімгі түзу сызғыш бізде болған етін, бірақ осындайдың көгі болған ағамда. Потом осындай үшбұрыш, сосын тағы үшбұрыш, сосын осындай бізде жатысы. Бұлар бізге өте қатты қажет. Енді келесі бізде осындай набордың ішінде өшіргіш, өздерінің өшіргіші бар екен. Осындай. Ал келесі бізде ұштағыш, одан соң осындай кішкентай карандаш. Мен бұл карандашты вообще көп пайдаланбаймын, өткен видео осындай болды, потом осындай қалды. Потом осындай бізде циркуль. Не бұл. Ал потом бізде күнделік. Мен никогда күнделіксіз жүре алмаймын, сондықтан да алдық. Мен всегда күнделік кезеттен қарамаймын, тек қана кітапта осы күнделіктен қараймын. Бізде осындай. Еще всегда мына жерін толтырам ғой, міне. До того А4-ін жабыстырып қоямын ғой мен. И осыдан үшеу алдық. Мен осылай үштігін алдық. Өткені всегда біз дүкендерге барып ала береміз. Сондықтан да осы жолы үштігін. Қараңыздар. Қанша ручка. Осы Обаманың ручкасы өте мықты. Күшті жазады. Әсіресе осы түрлері. Қараңыздар, қарабамыздар. Ішінде әртүрлері бар, міне. Осыны алыңыздар. Ал басқа мен бір кезде алған, басқа түрлерін, олардың арасында кейбіреулері жазбайды. Сондықтан да я вам советую осыны алған. Осыны алдық. Мінекей. Өте күшті. Қайшы менің ініме, өткені бізде бар. Келесі осындай стикерлер. Конечно же, осындай стикерлер керек, өткені бұл маған. Мен кітап көп оқимын ғой. Кітап оқығаннан кейін осыны жабыстырып қоямын. Өте ыңғайлы маған. Вот, қараңыздар. Осындай. Міне, любой аласыңдарда кітаптың қайбетсесіңдер, соған жабыстырып қойсыңдар. Өте қатты ыңғайлы маған. Мықты, ұнайды маған. Короче, осыны енді саз. Міне осындай бізде стикерлер. Оған енді маған осындай керек. Короче, мен осындайларды жабыстырып қоямын да. Өзім, типа, ұмыт қалмас үшін заттарымды жазып қоямын. Осыны істеу керек деген сияқты дәл көз алдыма жабыстырып қоямын. Бізге өте қатты керек. Ағама керек емес, мынау маған, мынау Райханға, мынау Нұрәділге, мынау болса менің әкеме. Осындай мопедтің інімен карандаштары. Қараңыздар, формасы күшті, қызық. Мындай бізде ұштағыштар. Біз осы ұштағыштарды всегда аламыз. Мінекей. Келесі бізде осындай менің маркерлерім. Қараңыздар. Фиолетовый бірінші цвет, розовый. Бұл да нежный жасыл. Сары уже. Осындай карточканы салып қоятындар. Бұдан енді менде бар бұндай. Мынау ағама, мынау сіңіліме, Райханға, мынау Нұрәділге. Одан кейін оның мынандай көшіктері. Осы дәптер қаптағыш. Дәптер қаптағыш біз осы жылы 30-ын алдық. Келесі бізде дәптерлер. Біз осы жолы 20 матем, 10 кішкентай алдық, 15 үлкен жол алдық. Альбом. Міне осындай фиксикел алдық. Штрих, өшіргіш, осындай пасталары, өшіретін ручканың, финал, қараңыздар. Мына мен сіңірімдікі, Райхандікі. Бұндайлар негізі біз басқасын аламыз деп ойлағанбыз, бірақ бізде выбор болмады анда. Вот, Райхандікі. Выбор қалмаған, өйткені уже сабақ бастаған деп жатыр, көп нәрседен алып кеткен. Дальше мынау менікі. Райхандікемізгі почти бірден, бірақ рисунктар әртүрлі. Осыны алдым мен, Райхан ән алдым. Ал Нұрәділ әнім болсын, мынандай алды. Және де осы видеода мен сіздерге өзімнің барлық кітаптарымды көрсететін боламын, нақтырақ.
Ең бірінші кітабым менде ағылшын кітабы. Бұл бізде workbook 6 сыныптарға арналған. Содан соң бізде students book. Осы жылы кітаптар сәл жаңарды. Алдыңғы жыл барлығы ескі етін, жыртылып кеткен, бала аяғдан қалғандар кітап еді. Енді қазір осы жыл сәл болсын жөнделді. Келесі бізде русский язык и литература. Бұл бізде 6 сыныптікі бірінші тесті хрестоматия. Ал сосын кәдімгі русский языктың бірінші тесті. Одан соң бізде Қазақстан тарих. Міне кейін жыртылып кетіпті. Бұл енді ескі. Сіздердің сынып жетекшілеріңіз қай сабақтан береді? Комментарийға жазып кетіңіздер. Біздің апайымыз Қазақстан тарихтан береді. Қазақстан және дүниежүзі тарихтан. Содан соң бізде дүниежүзі тарих. Бұл да сол сияқты, бірақ кішкене болсын новыйлау екен. Ал келесі бізде математика. Математикадан енді айта алмаймын қандай болып кеткенін. Сондай жаман болып кеткенін, жыртылып қараңыз. 6 сыныптан баласы үйсе ма? Қараңыздаршы, енді бұның бәрін ужас. Короче, осындай енді сыртына да жазып тастаған. Мынаның бәрін қараңыздар. Бірінші бөлімі. Соң бізде қазақ тілі. Мен қапталғанын алдым, бірақ енді қазақ тілі неге бөлінбейді екен жастарға? Кәдімгі. Бұл нормально, бірақ сырты ғана бір түрлі. Содан соң бізде қазақ әдебиет. Қазақ әдебиетте новый екен. Ал мынау негізде қазақ тілде новый болған ғой, просто оның сыртындай қаптағышпен скотч сияқты қаптағыш бар ғой, сонымен істегеннен кейін жаман болып қалған. Содан соң бізде қазақ әдебиеті бұл новый енді айта алмаймын. Қараңыздар, прям кеше ғана шыққан сияқты болып тұр да. Содан соң бізде хрестоматия. Хрестоматия енді мынандай болып қалған шеттерінің бәрі, бірақ негізі іші таза екен. Содан соң бізде информатика. Міне информатика. Содан соң бізде жаратылыстану. Бұл да бірінші бөлімі. Жаратылыстанудан енді бұлай жазып тастаған әртүрлі сыныптарды. Неге осындай. Короче, бізде жаратылыстануда сондай болу керек. Бұл бізде кітаптар бітті. Енді мен сіздерге мектепке ланчымды көрсететін боламын. Мына менде ланчбокс. Ланчбокс деген ол түскі астында салып аласың. Менеке осындай мен сөмкеме сияды. Осы жерге мысалы қараңыздар, мына жерге тамағымды салам, мына жерге йогурт или кішкентай мынандай соқтар бар ғой, соны салам. Мына жерге мысалы закускамды салам деген сияқты, десерт деген, или конфетки деген сияқты салып қоямын. Қосымшаға мектепке осымен баратын болдым, достар, маған өте ыңғайлы, әрі тиімді осыған салып алу. Ал келесі менің сөмкем. Қараңыздар мектеп сөмкемді. Мектеп сөмкем менің өте керемет, енді айта алмаймын. Мынаның негізі басынан айтады, ноутбукқа салуға арналған дейді, 4 бұрышлы өткені, бірақ өте ыңғайлы. Енді бұны айта алмаймын, качествосы мықты. Қазір сіздерге барлығын апла көрсетемін. Мына жерінде бізде салатын жері бар, мына жерге шейін. Содан соң мына жерде үлкен замогы бар. Үлкен замогы мынандай чемодан сияқты. Мына жеріңе ноутбук саласында мынандай мен, короче, зартке қойып қоясың. Сосын мына жерінде бізде тағы да бір кармашкасы бар екен. Міне, бұл енді мына жерге шейін кіргізіп, мына жерге шейін. Содан соң мына жерінде кілт салып алуға болады, мына жерге кілттеліп қоясың, чтобы жоғалып қалмас үшін. Сосын мына жерде бізде тағы мынандай кішкентай кармашоктар бар екен. Мына жерге мысалы пеналыңды салып қойсаң болады. Мына жерлерге әртүрлі жерге салуға болады. Мысалы өзіңе керек заттарды, салфетка, сондай заттар салып алуға болады. Прям көшіп дәу болып ашылады, чемодан сияқты, короче, но бірақ чемодан емес. Осындай осындай сумкаларды чемоданға қарағанда алған жақсырақ. Ал келесі ең артыңғы жағы, замогы. Міне, осы жерге де негізі 2 ноутбук салуға болады бұған. Ана жеріне де, мына жеріне де. Сосын мынандай ноутбук салып жер бар. Мынамен бүйтіп аузын жауып қоясың. Мынау дәу енді. Ноутбукқа арналғанда енді. Ол жерін көрсетіп қойын енді. Көрініп тұр қандай дәу екені.
Содан соң тағы да бір кармашкасы бар. Мынандай. Мынау, короче, мынандай ғой. Потом тағы мына жерінде бар. Мынау енді айта алмаймын, осы қанша кармашкасы бар екен. Мынау да дәу. Мына жерге аяқ киім салуға болады. Ауыстыратын аяқ киім. Астанада қар жауған кезде біз сізге аяқ киімді ауыстырамыз. Кәдімгідей боран болғанда. Мінекей менің сумкам өте компактный, өте барлығы сияды. Сосын арқаларыңызды ауыртпайсыздар. Содан соң мына жерге де бірдеңе салуға болады. Міне қараңыздар, мына жеріне бірдеңе салып қойыңыздар. Артында осындайлары бар. Арқаңа ыңғайлы үшін күшті тұрады. Мен осы ана кітаптарымды бүгін осы кітаптарымды осы сумкамен алып келген болатын. Барлығы сыйып, кәдімгідей арқаңда жүк жоқ сияқты сезінесің да. Осы шешкеннен кейін барып, кішкене кәдімгідей үстінде бірдеңе тұрды ма деген сияқты ойланып қаласың. Вот осындай менде кітаптарым, заттарым, сіздерге менің кітаптарым, ланчбоксым, барлық канцелярия, сумкам ұнады деген ойдамын. Және де мектептен де сіздерге влогтар түсіріп жүретін боламын. Неше дальше кеттік. Блокнот 10 алдық. Әкемнің осындай маркерлері. Потом тағы осындай блокнот. Бұл қап-қара и сырты нежный. Сіздерге ашып көрсетемін. Өте прям дорогущий көрінеді. Қараңыздар. Сырты осындай кожа сияқты. Типа осындай скотч. Ақ түсті скотч. Мынау ақ түсті. Қараңыздар, аппақ. И блок для записи дейді. Типа жазбаша қағаз дейді. Әкемнің карандашы. Әкем өзіне осындай карандаштар алады. Мынау бізде штрих, замазка. Осындай әкемдікі. Мынау сума. Мынаны жартысын ұш пайдаланып қойған ғой. Бұл да замазка екен. Осындай өшіргіштер. Қап-қара бірақ. Осыншама заттар алдық. Достар, вам на заметке это. Давайте жасекелеріне жабыстырып берейін. Лайк, комментарий, подписка жасаңыздар. И сердечко вам. Қарандаш қанша проценттерін сендердің мені подписать етпей көреді. Комментарий жазыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын, себебі мен сіздерге барлық канцеляриямды көрсеттім. Сіздермен бірге болған мен Дәрежере. Сау болыңыздар.